Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Мырзабекова Ғазиза Қасымқызы. Қызылорда облысы Арал ауданы номер 59 орта мектебінің биология пән мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның тыныс алу мүшелері. Оқу мақсаты адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін танып білу. Адамның тыныс алу жүйесі мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, бронхлар және өкпемен аяқталады. Мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, бронхы бұлар тыныс алу жолдарына жатады. Ал ең негізгі мүшесі тыныс алудың өкпе. Танау тесігі арқылы өтіп, мұрын қуысы кеңсірікке жалғасады. Кеңсірік екі бөліктен тұрады, оң жақ бөлік және сол жақ бөліктен. Мұрын қуысы жоғарғы жағы иіс сезу орталығы, төменгі бөлігі тыныс алу орталығы болып екіге бөлінеді. Ең алғашқы рет ауа мұрын қуысынан өткенде, онда эпителиалды кірпікшелер орналасады. Сол эпителиалды кірпікшелер ауамен бірге енген шаң тозаңды жояды. Мұрын қуысының қабырғасын шырышты қабықша қаптайды. Ол шырышты қабықшада көптеген бездер болады. Ол бездер ауаны ылғалдандырады. Мұрын қуысының бездердің төменгі бөлігінде көптеген артерия қан тамыры орналасады. Бұл артерия қан тамырының ішіндегі қан жасушасы лейкоцит ауамен енген микробтарменен ауаны жылытады. Балалар, мұрын қуысында ауа қандай өзгеріске ұшырайды екен? Дұрыс айтасыңдар. Мұрын қуысында ауа жылынады, ылғалданады және шаң тозаңнан тазарып, микробтан тазарады. Мұрын қуысында ылғалданып, тазарып, жылынған ауа жұтқыншаққа өтеді. Жұтқыншақ екі түрлі қызмет атқарады. Тыныс алу қызметін және ас қорыту қызмет жолдарын атқарады. Жұтқыншақтан кейін көмейге өтеді ауа. Көмей іші қуыс шеміршекті мүше. Көмей үш бөліктен тұрады. Көмей кіреберісі, көмей сіңірі және ауа өтетін жол. Көмейдің жоғары жағы көмей қақпақшасы болады. Көмей қақпақшасы жабылған кезде ас өңешке қарай өтеді, ал көмей қақпақшасы ашылған кезде ауа көмейге қарай өтеді. Көмей сіңірлерінде көптеген саңылаулар орналасады. Ол саңылаулар ауа өткен кезде тербелу арқылы дыбыс шығады. Көмейден кейін ауа кеңірдекке өтеді. Кеңірдек жартылай сақиналы шеміршекті мүше. Кеңірдектің ұзындығы 9-12 см, ал диаметрі 15-18 мм. Кеңірдектің төмен жағы екі тармаққа бөлініп, бронхаларға тармақталады. Одан бронхтан өкпеге барады. Өкпе кеуде қуысында орналасқан шымыр кеуекті жұп мүше. Өкпенің оң жағы үш бөліктен тұрады. Жоғарғы бөлігі, ортаңғы бөлігі және төменгі бөлігі. Ал сол жақ бөлігі екі бөліктен тұрады. Жоғарғы және төменгі бөліктен. Сол жақ бөлігі оң жақ бөлігіне қарағанда кішірек болады. Себебі сол жақ бөлігінде жүрек орналасады. Өкпеге келген ауа, бронхлар өкпенің ішінде көптеген бронхиол тармақтарға бөлінеді, тармақталады. Бронхиоллардың ұшы өкпе көпшіктері алвеоллармен аяқталады. Сол алвеолларда көптеген капиллярлар қоршап жатады да, олар көмірқышқыл газына қаныққан қанды тазартып, оттегімен
қанығады. Сөйтіп, газ алмасу алвеолаларда жүреді. Тыныс алу қозғалысына бұлшықеттерменен, қабырға аралық бұлшықеттермен көгет қатысады. Көгетті кейде диафрагма деп атайды. Көгет жиырылып, тыныс алған кезде көгет жиырылып, қабырға аралық бұлшықеттер кеңейеді. Сонда кеуде қуысының көлемі ұлғаяды. Ал тыныс шығарған кезінде көгет пенен қабырға аралық бұлшықеттер босаңсиды да көкірек қуысы кішірейеді. Бұл тыныс алу қозғалыстарына жатады. Сонымен қатар тыныс алу жүйкелік және гуморалдық жолмен реттеледі. Жүйкелік реттелу ол мидағы сопақша мидың қызметіне байланысты. Яғни сопақша ми тыныс алу қызметін атқарады. Ал гуморалдық реттелу болса, ол қанның құрамындағы химиялық заттарға байланысты. Және адреналин гормоны менен тироксин гормондарының әсерінен тыныс алу жиілейді. Бұнымен қатар балалар және тыныс алудың қорғанышты қызметтері де бар. Мысалға, тамақ ішіп отырып, сөйлеп қоятын болсақ, ас көмейге түсіп кетеді. Астың қандайда бір түйірі көмейге түсіп кетеді. Содан адам қақалып, шақалып, шүтеліп, ол түйіршті ауыз арқылы сыртқа шығарады. Бұл қорғанышты қызметтің бірі. Ал екіншісі, тыныс алу мүшесі арқылы қандайда бір түйіршіктер мұрынға өтіп кеткен кезде, мұрындағы сезімтал жасушалар түшкіру арқылы мұрынменен сыртқа шығарады. Сонда қорғаныш қызметі екіге бөлінеді екен. Шөтелу арқылы қорғанады және түшкіру арқылы қорғанады. Ал балалар, бүгінгі алған білімімізді жіберу үшін бірнеше тапсырма орындап көрейік. Бірінші тапсырма: адамның тыныс алу жолдарын ретімен орналастырыңыздар. Дұрыс айтасыздар. Адам тыныс алу жолы бірінші: мұрын қуысы, шыққыншақ, көмей, кеңірдек, бронхлар, бронхеолалар өкпеменен айырмашалады. Көріп отырсыздар, балалар? Екінші тапсырма: фильмнен үзінді қарап, адамның тыныс алу мүшелерін табайық. Мұзды қала фильмдегі Аннаның іс-әрекеті қандай мүшеге ұқсайды? Дұрыс айтасыңдар. Мұрын қуысындағы ауаның жылынып, шаң тозаңнан тазаруы. Алатиннің өлең айтуы қай мүшенің қызметімен байланысты? Дұрыс айтасыңдар. Көмей тыныс алумен қатар дыбыс шығаратын да мүшеге жатады. Манифисентаның түтік бойымен жүруі қай мүшеге ұқсайды? Дұрыс айтасыңдар, кеңірдек бойымен ауаның өтуі. Кейбінің дүкеннен азық-түлік сатып алуы қай мүшенің қызметіне ұқсайды? Дұрыс айтасыңдар. Алвеоладағы газ алмасу қызметіне ұқсайды. Оқушылар, бүгінгі сабақтың мақсаты адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін танып білу болатын. Сабақ барысында бейнефильм көріп, әртүрлі тапсырмалар орындай отырып, алдымызға қойған мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Оқушылар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.